Досымжан туралы 50 факт. Егер сен Досымжанды танитын болсаң, төмендегі лайкты ағартып, подписаться кнопкасына бір басып, ол кнопканы жоқ қылып жібер. Досымжан 2002 жылы туылған. Ол қазір Қазақстанның Астана қаласында тұрады. Ол YouTube-ты 17 жасында бастаған. YouTube-ты алғашқы бастағанда да ПК-мен видеолар түсірген. Оның бірінші видеосы Free Fire видео болған. Досымжан көп ютуберлермен араласады. Көбісі Ероханы Досымжанның інісі деп ойлаған. Досымжан YouTube каналының аты басында Шелзи болған. Досымжан пышықлардан қатты қорқады. Досымжанның бойы шамамен 180 см. Қыват тексеру кезінде Досымжан бір қолымен 36 кг қыса алған, бірақ ол кезде қол ауырып тұрғанын айтқан. Ол Free Fire аккаунтын нөлден баслап ашып рубрика түсіріп видеолар салған. Ол рубриканың аты Бомждың өмірі. Ол рубрика 2 бөлімнен тұрады. Досымжанның Free Fire'да ең жақсы көрген локациясы Бермуда картасындағы пик. Досымжан Free Fire'ды 2019 жылы бастаған. Ол кезде алмазды тас деп атаған. Досымжанның Kaz Republic атлы гильдиясы болған. Free Fire'дың 4 жылдық вечеринкасына Москваға Досымжанды да шақырған. Москваға ұшар кезде самолетті Жапкамен бірге отырған. Сол кезде Досымжан влог түсірген. Досымжанның 2 YouTube каналы бар. Екінші каналында Minecraft, Roblox және неше түрлі видеолар түсіреді. Досымжан Истанбулдың аэропортын көріп қатты таң қалған. Досымжан Москвада Азам және Трешермен көріскен. Бірақ ол кезде Досымжан орысша онша білмейтін болған. Досымжан 4-ші видеодан бастап Free Fire челлендж видеолар түсіріп бастаған. Алғашқы челлендж видеоларын бір өзі түсірген. Ал 6-ші челлендж видеосынан бастап Zefrix Adaisты видеоға қосқан. Досымжан 2020 жылы Ероханың стримінде Ерохаға өтірік донат ақша салып пранк ұстаған. Досымжан Free Fire'да тек кулакпен 30 адамды өлтіріп топпыр алған. Досымжан жаңадан бастап келатырған ютуберлерге ең бастысы ынта болса болды деп айтқан. Енді басып кеткен ютуберлерге не айтасың? Бірінші желание, ынта болса болды. Досымжан машина айдауды біледі. Ол Zefrixке де машина айдауды үйретпекші болған. Досымжан Азаммен де бірге челлендж видеолар түсірген. Досымжанның каналындағы ең көп көрілген видео көк түспен топ-1 видеосы. Досымжан 4 рет ютуберлер шайқасын өткеріп видео түсірген. Ол ютуберлер шайқасына Free Fire түсірмейтін, ойнап білмейтін ютуберлер де қатынасқан. Досымжан 2020 жылы мектепті бітірген. Ол мектепте 4-5 бақаға оқыған. Ол 2021 жылдары очки тағып жүретін болған. Досымжан шамамен 2 жылдай брекет тағып жүрген. Досымжанның видеоларының орташа просмотр саны 200-300 мың, ал максимум 4 миллионға дейін барған. Досымжанның айтқан мына сөзі хит болып кеткен еді. Хоп, тренировка. Адамдар ұйықтап отқан кезде сен тренировка жаса. Адамдар тренировка жасап отқан кезде сен ұйықта. Досымжанның каналында админ 10 сағат стрим қылған. Досымжан 2023 жылы телефонда стримлер қылып көрген. Досымжанның ең көп көрілген стримі 1 миллион просмотр. Досымжан өміріндегі ең қымбат адам анасы екенін айтқан. Егер видео ұнаған болса, лайк басып маған жазылып қой. Тез 80 мың подписчикке жетейік. Егер сен подписация бассаң, тез жетеміз.